Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ардақты мұсылмандар, бауырлар, қарындастар. Қайырлы күн. Отбасыларыңызға береке берсін, Алла екі дүниенің жақсылығын берсін. Қарыз оразаны өтемей ораза ұстауға бола ма? Болады. Ұстаңыз, қабыл болсын. Қарыз ол қарыз, мойында тұра береді. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум деп сәлем берген баршаңызға тура сол сияқты одан көбірек ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Өмір жастарыңыз берекелді болсын, екі дүниенің жақсылығын берсін. Түнде шошыны оянып жүрмін, аятыл күрсіні 3 рет оқыңыз жатардың алдында, я? Содан кейін телефон шықырмай ұйықтаңыз. Ұйқыңыз келмесе де. Мағайра қайырындасым, рахмет. Ораза кезесін қайдан алсам болар еді? Кореядамын дейді. Сәжде кезет деген приложенияны қосып көріңіз, Кореяда істеу керек, мен білсем. Мен қосқанымда істеген. Қандай жағдайда ораза ұстамауға болады? Ауру, сапар, бала емізу, аяқ ауыр болу, қатты әлсіреу, қатты қиналу, өміріне қауіптену, осы сияқты дүниелі уақыт сәттерде ораза ұстамайды. Және әйел кісілер босанғаннан кейін 40 күннің ішінде әйелдердің таза емес уақыттарында ораза ұсталынбайды. Ораза кезінде наушникпен музыка тыңдауға болады ма? Музыка екі түрлі болады. Адамға жақсылық берген, ой қосқан, сана қосқан, жақсылық алып келген өлеңдер болады. Абай атамыз айтпақшы, құлақтан кіріп бойдалар, әсемән мен тәтті күй, көңілге жақсы ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деген даналығы бар. Ал енді бас жоқ, аяқ жоқ, жұлым-жұлым өлең дұрыс нәрсе емес. Ораза кезінде де, оразадан кейін де. Бірақ ораза қабыл болады бәрібір. Қандай музыка тыңдасаң да. 45 күн дайындық керек дейді, спирттікке жақындамай, сол қаншалықты рас, жоқ ондай нәрсе. Адам сауабы көп болу үшін, бұл нәрсе шындыққа жанасады, бірақ бұл ораза ұстамайсың деген сөз емес. Осы сөзді адамдар дұрыс айтпағаннан, дұрыс жеткізбегендіктен, қазір өзі уағыз айтқыштың көбі осындай какыр шүкір деп айтайын, осындай нәрселерді жинап алып, елдің басын қатырып жібердік. Елді шын мәнде жындығы жібердік. Ақшамға дейін ниет айтса, түстен кейін ниет айтса, түстен кейін ниет айтса, ол мынау имам, молдалардың өзіне керек дүние. Жекелей адамға, массаға, халыққа, интернетке бұндай нәрселер айтылмайды. Онсыз да еліміздің басы қатып жүргенде, нанды қалай табам, енді оразаны ұстайын, ұстамайын, енді мына жақтан біреу шығады, бір нәрсе 45 күн дайындық керек, біреу мына жақтан бүйрегінен сирақ шығарады, бұл нәрсе дұрыс емес. Елді ондай басын қатырмау керек. Ораза жалпы 3 түрлі болады. Бірінші ораза деп айтылады, ол ам ораза дейді. Яғни бүкіл халық ұстайтын ораза. Олар жемейді, ішпейді, болды, бұған керегі сол. Енді бір ораза бар, оны хас ораза дейді. Яғни ол жемейді, ішпейді, тілін сақтайды, өзін сақтайды, адам өзін жақсылыққа бағыттайды. Енді 3-ші ораза бар. Ол 3-ші оразаның аты хассатул хусус. Хассатул хусус, яғни ерекшенің ерекше оразасы. Белгілі бір, ол жемейді, ішпейді, жүрегін сақтайды. Ол полный өзін сақтайды. Біз осы академия, былайша айтқанда, мектеп және садик, осы 3-ін орын чатыстырып алдық қазір. Бір жағынан әлеуметтік желінде зиян тиді деп ойлаймын, пайдасызды болған сияқты, оның екінші жағы да бар ғой. Яғни садиктегі балаға академияның уағызын айтты, академияның уағызына садикті айтқандай болып отырмыз да. Содан елдің басы қатып, онсыз да бейтен жүрген кезде бұл проблемалар жоқ еді. 45 күн деген шықты, тағы бір нәрсе, бұл дұрыс нәрсе емес. Сондықтан ұстай беріңіздер жаным. Қабыл болсын. Күйеуім 55-те. Кластасымен бірге оқыған байға тиген әйелмен менің досым дейді. Не дейді? Класындағы бірге оқыған байға тиген әйелмен менің досым дейді. Енді тамырдан укол алып жүрмін, ораза ұстай берсем бола ма? Болады. Парыз намазын қосымша сүрелерінің сүннет намазына қайтасам бола ма? Болады. Балам аутизм. Ол менің күнәм бекен? Жоқ. Олай демеңіз. Алланың сынағы деп түсініңіз. Мен дәрі ішіп, емделіп жүрмін, ораза ұстай алам ба, дейді. Егер оразаны сәресіне дейін ішсеңіз, кешке екінші дәріні ақшамнан ауыз ашқаннан кейін ішсеңіз, проблема жоқ.
Күндіз дәрет ішетін болсаңыз ораза ұстай алмайсыз. Алтын саудасымен айналасу харам ба? Жоқ, харам емес. Тек қана бір мәселе бар. Мынау алдау бар о жерде. Бұйымның шыққан жерін алдау, елін алдау. Содан кейін енді граммнан жей қоймайтын шығарсыздар, бірақ екінші налог төлемеу бар. Мемлекеттің салығын төлемей, әртүрлі салықтар. Тура сол сияқты баж салығын жаңағы неден өткен кезде, шекарадан өскен кезде адамдардың құлақтарына киге жіберіп, өздері төртеу-бесеуден тағып алып, әйтеуір не төлемеудің амалын тауып, сөйтіп Түркияныкін басқаныкы деп сату арам болады. Онымен қоса, ол біреудің ақысы мемлекеттің ақысы болады. Мемлекетке төленетін әртүрлі салықтан бұлтарып қашу, бұл шариғатымызда да дұрыс көрілмейді ағайындар. Анализ тапсырсам бола ма? Болады. Частые панические атаки у меня, может быть такое, что это сихр, да, может быть, однозначно. Күйеуім маған 5 жыл бұрын талақ айтып еді, неке бұзыла ма? Мешітке барып нақтылау керек, күйеуіңізбен бірге барасыздар, қандай айтты, қай сипатты айтты, соған қаралады. Ораза ұстамай, күніне садақа беріп тұрсам бола ма? Жоқ. Жер бетіндегі бүкіл ақша дүние 6 миллиард бәрі сіздікі болса, соның барлығы бүкіл бәрі сіздікі болса, сіздің қасыңызда миллиардер Безос пенен Тим Кук, Илон Масктар демалатын болса, Қытайдағы Джек Мадан дүниеңіз асып кететін болса, бәрі бір. Сіздің мойныңызда соның бәрін таратсаңыз да, оразаның бір күні жете алмайсыз. Егер денсаулықта мәселе болмаса. Можно ли делать хиджаму переболевшему раком? Нет. В рекламах так называемых хиджамы восточного лечения часто люди обманным путем завлекают людей. Тем самым рекламируя, говорят, что человек вылечил рак, кто-то вылечился где-то что-то, и тем самым людей вводят в заблуждение. Мы живем, слава Всевышнему, в 21 веке. Само по себе кровопускание было методом лечения, стимулирующей иммунную систему. Но иммунная система, так называемая, она абсолютно не продлевает жизнь. Само по себе хиджама у казахского народа она называлась ширту и так далее. В других национальностях есть. Она помогает после того, как вы обратитесь к врачу. Врач должен осмотреть. Вы должны полностью сдать анализы, общий анализ крови. После этого состав тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобина и так далее. После этого вам выносится вердикт, можно ли делать хиджаму, либо нельзя. Мы недавно наблюдали одно видео, где новорожденному ребенку делали хиджаму. Это глупее некуда действие. Так делать нельзя. Ребенок сам по себе защищен Всевышним, и у него самый большой состав гемоглобина. Даже любые моменты болезней ребенка обходят стороной. Поэтому, особенно те люди, которые болеют раком, переболели, они должны обращаться к квалифицированным врачам, а не тем лекарям. Неужели мы в 21 веке до такой степени, я понимаю людей, которые, знаете, вот, думают, что каждое что-то поможет. Да, она поможет, но до болезней. Если вы этим занимаетесь, вот точно так же, как обливание холодной водой. Если человек никогда не занимаешься этим действием, начинает себя обливать холодной водой, он заболеет. А те, у кого закаленные, он может принести пользу. Точно так же. Из күні ораза ұстауға болады ма? Арафа күні ма? Арафа күні онсыз да оразамыз ғой жаным. Ішкі дәрет, сыртқы дәрет түсіндіріп өтіңізші. Ішкі дәрет деген әжетханаға чайникпен барып, нәжес шыққан жеріңді жуу, әурет жеріңді жуу. Бұны ішкі дәрет дейді. Ішкі дәретті күн суықта, күн аязда, су болмағанда, немесе сүртілетін нәрсе болмағанда қолдансаңыздар жақсы.
Жалпы гигиенаның, интимный гигиенаның дәреттің ең жоғарғысы осы су тазалығы болады. Ол болмаса жаңағы арнайы өзінің дайындалған сулы майлықтарын пайдаланасыздар. Ал сыртқы дәрет намазға дәрет. Ол сыртқы дәрет жүреді, ішкі дәрет адамның денесіне жағылмаған болса. Сыртқы дәреттің парызы төртеу. Маида сүресінде Аллах Тағала 6-шы аятында, 5-6 аятында айтады, 4 парыз айтады. Бетін жуу керек, екі қолды шынтағымен қоса жуу керек, носки шешіп аяқ жуу керек, басқа масық тарту керек. Осылардың орын ауысса да, ниет айтылмаса да, ваннаға кіріп жалпы су тисе де, дәрет біздің ханафи мазхабы бойынша есептеліп кете береді. Имам Шафии, имам Хамбалиде ниет парыз болады, реттілік парыз болады, Құранда келген сияқты. Бізде ол реттілік шарт емес. Дәрет, сыртқы дәрет деген сол. Сыртқы дәреттің осы 4 парызына пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям өздігінен, өзінің Алланың елшісі болғандықтан, осы әрбір парыздың ортасына, ішіне дейін кейін өзінің сүннеттерін айтқандарын қосады. Олар бірінші дәрет алудың алдында қолын жуу, бірінші білекке дейін қолын жуу. Бұл гигиенаға да дұрыс. Қолыңды жуып аласың 3 мәрте. Сабынмен жусаңыз да болады. Жидкий мыламен де болады. Шампунмен де болады. Head and Shouldersмен де болады. Әйтеуір қолын жуасың жақсылап тұрып. Одан кейін аузыңа су алып аузыңды шаясың. Ауыз шайғанда тамағыңды қырылдап шайсаң маладесің. Одан кейін ауызды 3 рет шайып түкіріп тастайсыз да мұрныңызға су тартасыз. Тартқанда кейбіреулер сондай тартады екен, мұрынға суды тартқан кезде аузынан шығаратын. Ондай керегі жоқ оған. Жай әшейін мұрныңызды ишараттап қоясыз, жеткілікті. Су тартсаң, ол да жақсы. Бірақ ауыздан шығарудың керегі жоқ. Қақырып, сізден кейін елдің бәрі шошып жүрмесін, не болды мынаған деп. Одан кейін бетті, жүзіңізді 3 рет жуасыз. Бет деген шаш өскен жерден бастап, содан мына құлақтың тұсынан мына жерге дейін келеді, екке дейін. Мынадан былай жуудың керегі жоқ. Бұл жерге дейін бет деп айтылады, жүз деп айтылады. Одан кейін екі қолды сулап, басыңызға масық тарту, яғни сулы қолмен сипау. Содан кейін носкиді шешіп, екі аяқты жуу, бұл дәреттің 4 парызы болады. Шетінеп кеткен бала, Алланың қалауы, Алланың берді, Алланың алды, тап солай. Тырнақ пен кірпік өсірген болатынмын, ораза ұстауға бола ма дейді. Ача алынбай ма не? Аламетсі ма не? Енді селейіп жабысып қалып, алу үшін пожарный системаны шақыру керек болса айынан ұстай бер. Қабыл болсын. Ораза бұзбайды жадын. Оразаға вообще тікелей қатысы жоқ. Енді ғұсыл мәселесіне проблема болады, бірақ бәрібір маникюрің болса да, педикюрің болса да ораза қабыл болады. Мұрынға дәрі сепсе ораза бұзыла ма? Мұрын арқылы себілген дәрі, мұрын арқылы өтіп, тамаққа жетіп, жұтылатын халге жетсе, онда бұзылады. Атана ораза ұстауға қарсы болса, не істеу керек? Жасым 15 екен. Күніне 3 рет намаз оқимын. Ұстай бер, қабыл болсын. Өмірдегі сынақтар келгені жақсылығым үшін ба, әлде күнәміздің зардабыма қалай айыруға болады? Алланың алдында айырып аласың, оны бұл дүниеде айырып жатудың қажеті жоқ. Не істедім, жетек біледі, не істедім, кімге нем өтті де отырып алып, өз жаныңды өзің жеудің қажеті жоқ. Жаңа ауру бала туылса, бір жағдай болып қалса, бір қазалы жағдай, қайғылы жағдай болса, не істедім деп отырып алып, отчет қабылдап жатудың керегі жоқ. Мұсылман адам белін буып, Аллаға тәуекелшіл болады, ары қарай өмірін жақсылыққа бұрады, өзгертеді болды. Оның есебіне кірудің қажеті жоқ. Егер өзіңіз жамандықта жүрсеңіз, жаңа айттым, жақсылыққа бет бұрыңыз. Егер жақсылықта жүрсеңіз, жақсылықты көбейтіңіз. Мен өтірік айтсам, анам өлсін, ойнамаймын деп қойғам, қалай қайта ойнасам бола, кешірім сұрап ойнасам бола ма дейді. Түсінбедім. Оразаны намазсыз ауыз бекітуге бола ма? Намаз оқымаған, бұл сұрақ сәл ауырлау қойылған екен, негізі олған сұрақты былай қойсаңыз былай жауап береді. Намаз оқымаған адамның оразасы қабыл бола ма десеңіз, қабыл болады деп жауап береміз. Мына жердегі сұраққа қазір иә дейтін болсаң, онда намаз оқымай қой деген мағына шығып кетейін деп тұр да сіздің сауалыңызда. Жоқ, намаз оқу парыз, бірақ намаз оқымаған адамдардың, қазір Қазақстанда бәрі намаз оқымайды, ол елде көп, ол жерде оқымағандар көпшілік. Солардың ораза ұстаса қабыл бола ма десе, жоқ, қабыл болмайды деп айтпаймыз, қабыл болады дейміз. Аборт жасағандарға қандай күнә болады, кешірілмейтін бола ма дейді. Адам өлтіргеннің күнәсі болады. Тәубе ету керек.
ішімдік ішіп қойып едім, 8 мартта іштің ғой кеше енді. Ішпесең әйелің ажырасып кететін бе еді, не болды жаным, енді тәубе ету керек, Алладан кешірім сұрап ораза ұстай бер. Оң қолым екеуіңе келмейді, дәретті сол қолмен алу қате емес пе? Жоқ. Құранда ең үлкен сүре бар, Бақара деген. Сол Бақара сүресінің ең соңғы аятын Алла тағала Мұхаммад саллаллаху алейхи пайғамбарды аспанға, миғражға көтеріп алып тұрып, сол жерде өз айтқан. Жебрейіл періштені қоспай. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Саған, сендерге қолдарыңнан келмеген нәрсені жүктемедім дейді. Яғни қолыңнан не келеді, соны жасай бер. Яғни сөзіңді қинама. Яғни мына оң қолыңыздың екі келмесе, әлбетте сол қолды пайдаланасыз. Умраға басыңда қарызың болса да бара беруге бола ма? Қарыз екі түрлі болады. Қарыз ұзақ мезгілге берілген қарыз болады, 25 жыл, 50 жыл, 40 жылға, және ұзақ қысқа мерзімге берілген, адамдар берген саған, Мысалы, қазір мен жаңа көріп қалдым, Америка Құрама Штаттарынан Жұлдыз Исмаил деген қарындасымыз қосылды, жаңа көріп отырмын. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум Жұлдызжан. Сол Америка Құрама Штаттарында бүкіл бұлардың өмірінің бәрі қарыз, кредит. Енді бізде де жетісіп тұрған жоқпыз, бізде аспаса қазір кем қалайын деп тұрған жоқпыз. Енді осы қарызы бар адам ораза ұстай ала ма? Ұстай алады. Намаз оқи ала ма? Оқи алады. Меккеге бара ала ма? Бара алады. Тек қана бір шарт. Кидала болмау керек. Өтіріктен алып алып, қашып жүргендер болмау керек. Алып алып, қашып жүріп, бермей жүрген адам болса, оның не намазы, не оразасы, не басқасы қабылмайды. Сондықтан бұл ауыр дүние. Сол сияқты әкесінің қарызын мойнына алған балалар жаттап естіп алсын. Әкесінің қарызына жаназа шығаратын кезде мен төлеймін деп алдыңыз ғой. Сол әкеңізді, анаңызды, бауырыңызды кім қайтыс болды, соны қабірдің ішіне байлап қояды. Сол босағанша. Система алуға бола ма? Система оразаны бұзбайды, егер витамин қуаттандыратын болмаса. Түсімде көп аяқ киім көрдім, ол нені білдіреді екен? Перзенттерді білдіреді. Бала-шаға білдіреді. Егер совсем кішкентай бөпелер көрсеңіз, денсаулықты білдіреді. Чечендер зикірде билеп жатады, комната айданып, сол ширк па дейді. Неге сіз чечендерді айналдырасыз? Айналған көресіз. Біз өзімізді көрейік та, біз өзімізді аңдайық. Чечендер өз жауабын өзі береді. Ол милләт, ұлт, халық, басқа елдің дәстүрінде тимеңіздер. Сол сияқты бізде өзі уағыз айтса, адам мұсылман болса, біз өзімізбен айналыспай біреуді іздейтін әдет болдық. Уағыз айтатын адам өзінің уағызын айтудың орнына біреуді жамандай бастайды. Сен ислам танушы екесің, ғалым екесің, мейлі мұсылман екесің, біреуде неше тағың бар сен. Аллахтың алдында ол адамның дәрежесі жоғары болып қалса, сен сүмірейіп төмен түсіп қалсаң, саған пәлезіне ме сол? Соның біреуге уағыз насихат айтатын адам, діндегі адам, мұсылман адам, ешқашан біреуді жамандамайды. Егер біреуді жамандап тұрғанын көрсеңіз, сіз мына құлағыңызбен естіп тұрып десеңіз, сол үшін де жауап бересіз. Сол жерде отырғаныңыз үшін жауап бересіз. Арақ ішкен жерден, жаттамаңыздар, арақ ішкен жерде отырған жақсы, чем ғайбатшылардың, өсекшілердің қасына отырғанша. Өсекшілердің, ғайбат адамдардың, біреуді жамандағандардың ішпейсің сен. Жәнде отыру алкаштардың. Ол анадан жеңілірек. Өйткені ішесінде бар ұйықтап қалуы мүмкін. Ғайбат адам, Құранда аятта келеді. Ғайбаттағандар дейді. Сол адамды өлтіріп, оны сойып, оны бауырын жегенмен бірдей. Сондықтан мұсылман адам біреудің айыбын ашпайды айналайын. Шешендер билей ме, секіре ме, ойнай ма, ол өздері үшін жауап береді. Неше тағың бір жерден де. Саған тиісіп жатыр ма? Сені зорлап біздің зікірге қосыл деп жатыр ма? Жоқ. Нең бір оны жауап беретін өзі ғалымдары бар, мықтылар. Өздері жауап береді өзі. Барлығын білгіштер бар бізде. Анағанда мұрнына тығат, мұрындық сол өзі айта жатар. Сен екеуміз біз простой қазақпыз, простой мұсылманбыз. Біз өзіміз намазымызды дұрыстап оқи алмай жүрміз. Құранымызды дұрыстап реттей алмай жүрміз. Басқаларда шатамыз қанша жан. Менің оразам қайтсем дұрыс болады. Мінезім менің қайтсем жақсы болам. Мен қайтсем жақсылыққа бет бұрам. Мен қайтсем өзімнің қателігімді түзеймін деген сауалды қоя бер күнде ертең өзіңе. А біз біреумен алысамыз. Қой ол дүниені. Түсінде сиқыр белгісі ма? Егер түсінде нәжіс түме жағылса. Жоқ. Бұндай түс аптасына 4 рет көретін боласың. Бір түс өзгеріссіз қайталанады. Бір рет үстіңе боқ жағылғанын көрсең, ол
сиқырдың белгісі емес, ойбай сиқыр бар деп құламай енді сені. Оны қазақта түс түлкінің боғы дейді де, байлыққа жөріп қояды. О, бай болам, ақша болады деп қояды, болды. Изменаны кешіруге бола ма? Измені кешіруге міндеттіміз жан. Ол ақымақ болса, сен ақымақ болма. Ол қателік жасаса, сен өмірлік қателік жасама жан. Ол бір емес, бірнеше рет жасаса да өз жауабын өзі береді жан. Мен орамалға келдім, намазға келдім дейді. Жақында әлі намаз оқығанда қателіктер кетеді, қабыл болама. Бәрімізде қате бар. Менде де қате бұлай. Біз пендеміз. Сол жасағаның жаным қабыл болады. Бірақ сабақ алуға ниет қой, уақыт бөл. Міне Рамазан айы, қазір қыстың мезгілі, әлі де болса да көктемге шықсақ та уақыты әлі түндері ұзағырақ, күндері қысқарақ. Сондықтан осыны пайдаланып, кішкене сабақ оқы жаным. Жақын жерде мешітке барып, бір ұстазды өзіңе белгілетіп, соған уақытына барған кезде барып, соны дәріс үйреніңіз. Ал бірақ намазыңыз қабыл болады. Сіз сол қате оқығаныңыз үшін де сауап аласыз. Сол қате болса да талпынып, үйреніп, ана кішкентай бала ғой. Біздің аталарымыз айтады, жас баланың қызығы тілі толық шыққанша дейді. Ас тамақтың қызығы ішке барып бұққанша. Сол тіліңіз келмей бейтіп, нәннің өде не өдесеңіз, соның өзі жақсы. Құрбым дейді, жолдасы үйін бұзып жатыр екен, басқа қалаға көшейін деп. Не бұл, түс па? Мә, дейді, бірінші рет сіздің премьераға кіріп тұрмын. Премьераға, қош келдіңіз. Енді ажырамаңыз, подписациядан басып қой. Біздің үйде шал бар, неге айғайлай береді, дейді. Шалдардың бәрі айғайлай береді, үндемей қой. Ассаламағалейкум, ауру себебінен еңкейіп намаз оқи алмайын, жастық. Жоқ. Ауру себебімен намазды отырып оқысаңыз, онда басыңызбен оқисыз. Егер еңкейуге шама келмесе, онда бүйтіп ишаратпен оқисыз. Жастыққа бас тигізудің керегі жоқ. Ұлым 7 жаста, осы бір айдың көлемінде көлеңке көремін деп, үйде мектепте де қорқып жүреді. Мешітке апарып ұстазға оқыттым, нәтиже аздау дейді. 2 рет оқыңыз. Ішкен адамды қалай қойдырса болады? Ішкен бала шаға әйелмен алса да сөзбен айттық түсінбейді. Орталықтарға қайырлыңыз. Күйем вақтадан келгеннен кейін ораза ұстамаса бола ма 1-2 күн дейді. Не үшін? Онда жақсы, онда қадір түнін мен кейін қойып алам өзіме. Оразаны кейін реттеп алам. Онда жақсы емес пе, онда бәріміз. Менің қазір жұмысым көп. Жұмысым көп. Мен ұстамай қоям, потом ұстап алам. Рахат қойымда, әркім қалаған уақытында ұстап, қалаған кезде ұстамай, курортқа баратын кезде ұстамай, қалаған кезде ұстап, құдалыққа баратын ұстамай, мен құдалыққа барам деп. Не болады? Ойыншық болады ол? Құлшылық бола ма? Жоқ жаным. Ол вақтадан келе ма? Вақтадан сенде шаруасы бола ма? Басқада шаруасы, бәрі бір ораза ұстау парыз. Азан шақырып бересіз бе, түске дейін келіңіздер. Нұрлан аға, Алла разы болсын сізге. Көптеген пайдалан, рахмет. Самолетті таямды қалай аламыз, айтып жіберсеңіз дейді. Енді самолетте нәрсе жоқ қой. Самолетте енді үстіңізге қолыңыз соғасыз, басқа жерде вариант жоқ, топырақ жоқ, тас жоқ, құм жоқ. Жүкті әйелге ораза ұстау парыз ба дейді. Жоқ. Қалың шаш арманым, түсімде шашымы қалыңдап кетіпті. Түс 3 түрлі болады. Нәфсәни, адамның ойлай бергеннен, арманыңыз, бұл сіздің түсіңіз арманға жатқызайық. Солай дұрыс болады сізге де, солай жорылғаны. Екіншісі, Алладан рахмани болады. Үшіншісі, шайтани болады. 40 күн тахаджуд туралы айтасыз ба? Бұндай план жоқ.
40 күн оқысаң мынандай болады, 41-ші күні көзің ашылады, 40 күн оқысаң 41-ші күні уже кеттің, әулие боласың, 40 күн оқып, содан кейін 41-ші күні айтқаның бәрі келетін болады, дұғаң қабыл болады, содан кейін сұмдық боласың деп 40 күн оқып, 41-ші күні қабыл болмай қалса, сіздің өтпей қалса дұғаңыз, онда не үшін оқыдым деген сияқты пікір қалыптасуы ықтимал. Сол үшін жаным 40 күн деген план қоймаңыздар. Құлшылық өмір бойы жасалады. Адам дүниеден кетіп кеткенше, Аллаға шүкірлігіміз ол. Біздің пенделік адам екендігіміз Аллаға ризалығымыз болып табылады. Ол міндетті емес. 40 күн оқы, 41-ші күн оқы деген нәрсе жоқ. Ұстаз, билеу харам дейді, ұлттық биден сабақ берем дейді. Харам ба дейді? Жоқ. Ұлттық биден ер адамсыз ба, әйел адамсыз, соны ажырып біліп айтайыншы деп едім, мейлі. Некеге отыру міндетті ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисімен жауап берейін, жауабын өзіңіз түсінесіз. Ан-никаху сунна. Неке менің жолым, дәстүрім, сүннетім. Фәмән райба. Кімде-кім оған бойұсынбаса, олай жасамаса, фәлейса минна. Біздің менен емес деді. Менің үмбетім емес, мұсылман емес деді. Сондықтан мұсылман үшін неке міндетті жаным. Ол жауапкершілік, ол қызды ақтау, қызды арлау, өзіңді Құдайдың алдында дәрежеңді көтеру, ұрпағыңды тазалау. Неке сенің ата-бабаңның жолы, неке шайтаннан қашу, неке ол ұлылыққа жету. Адам киллер болып жұмыс істесе, адам өлтіретін болып. Ол бір адам өлтіреді, екі адам өлтіреді, мейлі 100 адам өлтіреді. Ұсталады, өледі, өлтіріледі. Адам некесіз өмір сүрсе, оның әрбір сәті, әрбір сағаты, әрбір ішкен тамағы арамға өтеуі ықтимал. Сол үшін неке деген бұл міндетті түрде жасалатын дүние алтыным. Ауыз бекітер кезде орамал тағып отыру шарт па дейді. Жоқ. Бұл неден шығын? Жалаң аш отыру точно дұрыс емес, жалаңбас отыру да не үшін? Ол жерде дұға жасалады. Ауыз ашқан кезде қол жайып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дұғалардың қабыл болатын сәті. Сол кезде сен жасайсың, я Алла, мынандай арманым бар, мынандай тілегім бар деп. Енді плавкамен отырып дұға жасаған бола ма? Болмайды ғой, жаным. Тура сол сияқты орамал таққан жақсы болады. Енді тағылмаса да ауыз ашыла береді. Ауыз аштырар кезде үй иесі, әке-шешесі тірі болса, Құран бағыштай ма? Аруақтарды атап. Сондан өлу обязательно ма не Құран оқу үшін? Бізде Құран оқу үшін өлу не обязательно? Өлу шарт емес. И біреу де өлу шарт емес. Даже біреу ауырып жатса, әлі өлген жоқ қой, Құран оқимын. Құран ол үшін оқылмайды, өлтіру үшін оқылмайды. Ауыз ашарға мал сойып беру міндетті ме дейді? Жоқ. Енді кірмейін прямой эфирға дейді. Қанша сұрақ қойдым дейді. Столовыйымда ораза жабамын ба, не істеймін, арендада істеймін, арендадамын. Столовыйда болсаң, кеше бір қарындасым жазыпты, жауап бере алмай қалдым, кешірім сұраймын. Туалет жуамын дейді, мектептемін дейді. Сіздердің қолдарыңыздан айналайын. Алла қолдарыңызға береке берсін. Оразаның күні дастархан халықтың қызметінде болған. Ол тек қана ол дәрежеде емес. Барлық құрылыс саласы, қай салада болсын, аузын бекітіп, айдалада мал бағып жүрген малшы суықтан аяғынан сыз өтіп, соның өзі ораза ұстап атқан ниеттеріңіз қабыл болсын, айналайын.